Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, ешқандай ашытқы қосылмайтын және тойымды болып шығатын бәліштердің рецептін ұсынамын. Алдымен айранға ас содасын қосып араластырамыз және осыны 1-2 минутқа реакцияға түсу үшін қалдырамыз. Яғни ол көпіршіп кішкене объемын үлкейтетін болады. Кейін оған тұзды және еріген сары майды қосып араластырып аламыз және соңында ұнды 2-3 бөлікпен қоса отырып жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамыр дайын болам дегенге дейін менің каналыма кіріп басқа да видеоларды көрсеңіздер болады және ұнаса менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Дайын болған қамырдың бетін жауып 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Тартылған етке осылай майдалап туралған пиязды және картопты қосып, үшеуін біріктіреміз. Және татымына қарай тұз, бұрыш қосып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің салмамыз құрғақ болып қалмас үшін кішкене сұйық май қосып араластыратын боламыз. Тынып тұрған қамырды 1-12-13 бөліктерге бөліп, домалақ формалар жасап аламыз. Әр бөлікті жайып аламыз және оның үстіне салмасын салып, шет жақтарын орап, ортасында кішкене тесік қалдырып, дәл видеода көрсетілгендей орап аламыз. Дайын бәліштердің бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз және оның үстіне күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Салмасы құрғақ болған жағдайда ортасына осылай сары майды қосып, тағы да 5 минутқа духовкаға жібереміз. Дайын бәліштерді ыстықтай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі тойымды болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.